Сәлеметсіздер ме оқырмандар, параграф 11 киім стильдері. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып негізгі ойды анықтаңдар. Стиль сөзі латын тілінен аударғанда мәнер, сипат, ерекшелік деген мағыналарды білдіреді. Киімде бірнеше стиль қалыптасқан. Классикалық стильге ұстамды ресми киім үлгілері жатады. Аксессуарлары стильді толықтыру үшін керек заттар: сағат, әшекейлер, сөмкелер, портмоне, тағы басқа да алабажақ емес түстері біркелкі болып келеді. Кеңсе қызметіне, жиналыстарға, іскерлік кездесулерге классикалық стильде киінген дұрыс. Романтикалық стильде киім үлгілері ерекше әшекейді қажет етеді. Нәзік, өте әдемі, түстері әр алуан, аксессуарлары мол болады. Спорттық стильде киімдер күнделікті өмірде, саяхатқа шыққанда киетін жеңіл, жүріп тұруға ыңғайлы киімдер. Фольклорлық стильде киімдер ұлттық сипаттағы осы заманғы киімдер. Бұл киімдер сәнді қолөнер заттарымен безендіріліп, ұлттық нақышта орындалады. Мәтіндегі негізгі ой: стиль сөз латын тілінен аударғанда мәнер, сипат, ерекшелік деген мағына береді. Киімде бірнеше стиль қалыптасқан. Сұрақтарға жауап: мәтіндегі стильдердің ішінде спорттық үлгіде киімдер жаныма жақын. Екінші, сәнді аксессуарларға әшекейлер, сөмкелер, портмонелер жатады. Сөз ішінде немесе сөз аралығында көрші дыбыстардың бір-біріне ықпал етуі дыбыс үндестігі деп аталады. Ілгерінді ықпал түбір мен қосымшаның немесе сөз аралығындағы көрші дыбыстардың алдыңғысын кейінгі дыбысқа ықпал етуі. Мысалы, достар. Сөз соңы с қатаң болғандықтан т қатаңнан басталатын қосымша жалғанады. Қаздар. Сөз соңы з ұяң болғандықтан д ұяңнан басталатын қосымша жалғанады. Клубта. Сөз соңындағы ұяң б айтылуда қатаң естілетіндіктен т қатаңнан басталатын қосымша жалғанады. Бозқұнан айтылуы бозғұнан. Сөз аралығындағы алдыңғы дыбыс з ұяң болғандықтан өзінен кейінгі қатаңды ұяңдандырып ғ-ға айналдырады. Жазғанда түбірі сақталады. Екінші тапсырма: көптік тәуелдік жалғауларының үндестік заңы бойынша жалғануын мысалдармен көрсетіп, кестені толтырыңдар. Сөздің соңғы дыбысы сөз соңында үнді л, м, н, ң және ұяң ж, з дыбыстары болса, көптік тәуелдік жалғаулар былай жалғанады: гүлдер, шамдар, емендер, аңдар, тәждер, көздер. Қатаң немесе ұяң б, в, г, ғ, д, г, д дыбыстары болса, клубым, бегім, парадтар. Дауысты немесе үнді и, р, у дыбыстары болса, айлар, арым, қаруым, тағы басқа. Үшінші тапсырма: суретке қарап сұхбат құрыңдар. Кім қай стильде киінген? Сұхбат мәтінін ілгерінді ықпал байқалатын сөздер кездесті ме? Балалар, сурет бойынша сұхбат құрамыз. Меруерт қай стильде киінген? Меруерт сәнді көйлек киінген. Ал Нұрасыл қай стильде киінген? Нұрасыл спорттық үлгіде киінген. Ал Жасұлан қай үлгіде деп ойлайсыңдар? Жасұлан ұлттық үлгіде киініп тұр. Бекбол да күнделікті өмірде ыңғайлы киім үлгісін киінген. Ал Аяржан ше? Аяржан романтикалық үлгідегі көйлекте. Жарайсыңдар, сау болыңдар. Төртінші тапсырма: ұлдар өздеріне қатысты, қыздар өздеріне қатысты сәндік аксессуарлардың атауларымен мәтін жазады. Сәндегі ерекшелікке байланысты қыздар мен ұлдар бірдей аксессуарлар қолдануы мүмкін бе? Қыздар үшін сәндік аксессуарлар тек қана безендіру элементі емес, олар көңіл-күйдің, жеке стильдің және тұлғаның айқын көрінісі. Әрбір аксессуар өз ерекшелігі мен қыз бейнесіне ерекше елең беріп, көңіл көтеруге және өзін сенімді сезінуге ықпал етеді. Сәндік аксессуарлардың түрлері: сырғалар. Әртүрлі формадағы, өлшемдегі және материалдан жасалған сырғалар әрбір қыздың стилін толықтырып, өзіне тән елең береді. Алтын немесе күмістен жасалған классикалық сырғалардан бастап заманауи стильдегі пластикалық немесе ағаштан жасалған сырғаларға дейін таңдау мүмкіндіктері мол. Моншақтар. Қыздың мойнын сәндеп, киіміне ерекше көрініс береді. Әртүрлі материалдардан, мысалы ағаш, тас, шыны және металл сияқты материалдардан жасалған моншақтар бар. Әртүрлі түстер мен дизайндармен қыздың киімі стиліне сәйкес таңдауға болады. Білезіктер. Қыздың қолын сәндеп, киіміне ерекше көрініс береді. Әртүрлі материалдардан, мысалы металл, тері, ағаш, тас, шыны сияқты материалдардан жасалған білезіктер бар. Әртүрлі түстер мен дизайндармен қыздың киіміне стиліне сәйкес таңдауға болады. Сұраққа жауап: қыздар мен ұлдар бірдей сәндік аксессуарлар қолданған дұрыс емес деп ойлаймын. Бесінші тапсырма: оқылым мәтіннен ілгерінді ықпалға мысалдар келтіріңдер. Ұстамды аксессуарлар, заттар, әшекейлер, фольклорлық. Мұнда ұстамды м ұяң болғандықтан д-дан басталатын қосымша жалғанып тұр. Аксессуарлар р үнді болғандықтан л үндіден келетін жалғау жалғануда. Заттар зат т қатаң болғандықтан тар деген көптік жалғауы, қатаңнан басталатын көптік жалғауы жалғанып тұр. Тағы басқа.
Алтыншы тапсырма сөз жұмбақты шешіңдер. Тапсырмадағы сөздердің үндестік заңына қатысын анықтаңдар. Жауабындағы сөздердің орысша, ағылшынша баламаларын тауып, олармен сөз жұмбақ құрастырыңдар. Керегімді салып жүрер серігім сөмке, қоймам көп, құлпы жоқ, қалта. Жүрген сайын жүйрігім қысқартады құйрығын, ине. Қимылдаса қос шебер, қыруар іс өнер. Қол. Киім тігуге тапсырыс беретін жер, бұл ателье.